Так, халқым, ассалаумағалейкум. Бүгінгі тиктокқа және де инстаграмға арналып жасалған бесплатный обучающий видеоның үшінші бөлігі. Бүгінгі сабақта біз имбаланс деген тақырыпты өтетін боламыз. Мысалы, имбаланс дегеніміз не? Имбаланс дегеніміз бізде графикте үш свитчадан қалыптасатын price actionның бір бөлігі, яғни price actionның инструменті. Имбаланс бізде келесідей қалыптасады. Бізде қатар-қатарынан жабылған үш свитча бар. Мысалы, біздің мысалда ол шартовый свитча бар. Ал бізде свитчаның тені. Свитчалар осылайынан жабылады и бізде имбаланс қалыптасатын болады. Яғни имбаланс дегеніміз бірінші және үшінші свитчаның арасында қалыптасқан бос кеңістік. Осылайынан, яғни бірінші свитча, екінші свитча, үшінші свитча. Именно осы бөлікте қалыптасқан бос кеңістік бізде имбаланс, ағылшынша FVG деп белгіленеді. Имбаланстың мақсаты не? Мысалы, Smart Money'ге келген көпшіліктің бір қателігі бар, имбаланста баға реакция алады деген сияқты ойластырады. Ал на самом деле имбаланстың мақсаты бізде нарықтың тепе-теңдігін қалыптастыру. Байқасаңыздар, изначально мен бекерден бекер қатарынан түскен үш свитча деп айтқан жоқпын, немесе дәл сол сияқты қатарынан өскен үш свитча. То есть логика в чем? Имбаланстың мақсаты баға қатты құлағаннан кейін тепе-теңдікті қалыптастыру, одан кейін LTF ликвидностьпен жұмыс жасау арқылы слом беріп, дальше өзінің қозғалысын жалғастыру. Яғни имбаланстың мақсаты тек қана тепе-теңдік сақтау мақсатында. Надеюсь, түсіндіңіздер. То есть нарықта бізде қозғалыс бір бағытта болады. Яғни, мысалы, баға бізде өсіп жататын болса, вот так, баға бізде структура бойынша өсіп кетіп бара жататын болса, біз графиктен көп жағдайда байқаймыз, что баға бізде имбалансқа қайтып келгенін. Не үшін қайтып келеді? Тепе-теңдік сақтау мақсатында. Яғни, егер де біз осы диапазонды А деп, мынаны Б деп есептесек, мына қызыл линия ол бізде имбаланс, основной осы минимум мен осы максимумның қозғалысының арасындағы тепе-теңдік точкасы, яғни 50% деген сөз. Егер де мен осы жерге обычный Fibonacci қойып, обычный Fibonacci қоятын болсам, менде мына жерде 0,5 деп тұр. То есть 50% бұл. Менде бағаның қайтып келу 50%. 50%-ке баға не үшін қайтып келеді? Чтобы нарықтағы тепе-теңдік сақталып, LTF слом арқылы А точкадан Б точкаға бару, яғни buy-side ликвидностьпен жұмыс жасау. Конечно же, қосымша имбаланс бізде ішкі ликвидность болып есептелінеді. Келесі сабақта біз ішкі сыртқы ликвидностьті мен түсіндіретін боламын. Имбаланс бізде ішкі ликвидность болып есептелінеді, чтобы жоғары жақта buy-side ликвидностьті көбейту мақсатында, яғни осы жақта buy-side ликвидность көбейеді бізде. Қосымша жол жөнекей баға тепе-теңдік сақтауға барған кезде жол жөнекей sell-side ликвидностьпен жұмыс істейді, яғни ішкі ликвидностьпен жұмыс жасайтын болады. Одан кейін LTF слом, манипуляциядан тест, дальше обновление деген сияқты. Ал енді халқым, графиктен көрсетейін имбаланстың логикасын. Мынау бізде часовой таймфрейм, қандай картина көріп тұрмыз? Баға бізде структура шартовый полностью и жол жөнекей баға имбалансты полностью заполнять еткенін көріп тұрмыз. Яғни жаңа схематически көрсеткенім осы. Бізде бірінші свитча, екінші свитча и үшінші свитча. Осы үш свитчаның ортасында бізде имбаланс бар. Баға не істеді? Имбалансты толтырды полностью, тепе-теңдік сақтады. Яғни егер мен Fibonacci'ді осылайынан тартатын болсам, баға бізде 0,5 теңгейінен жоғары шыққанын біз көріп тұрмыз. Баға тепе-теңдік сақтады и дальше шартовый қозғалысын жалғастырды, яғни sell-side ликвидностьке ұмтылды. И дәл осы сәтті, например, біз M5 LTF таймфреймде көретін болсақ, келесі картинаны байқайтын боламыз. Баға бізде имбалансты полностью заполнять еткеннен кейін ликвидностьпен жұмыс істеді, максимумды обновить етті и слом жасады. Тут бізде слом болды. Слом болған жерден біз в основном позиция ашамыз. Стоп-лосса максимум, take profit, конечно же, sell-side ликвидность. Осылайынан позиция ұстауға болады. Ең оңай модель входа. Және де имбаланс бойынша келесі мысалдарды көрсетіп өтейін. Яғни мынау бізде тот же самый часовой таймфрейм. Ал енді қараңыздар, мен сіздерге мысал ретінде 4 сағаттық бүгінгі имбаланс көрсетемін. 4 сағаттық имбаланс fulfill,
баға моментально шартовый реакция алды. Қай жерге дейін барды? Селсайт ликвидностьке дейін барды. В целом күндік цель бізде PDL, бірақ бізде Dixie уже привязали хаймен, яғни кеше күн максимум жұмыс істеп тастады. Яғни екі активтің арасында SMT. Сондықтан евро бізде PDL-ді алған жоқ. Ал если біз тура осы евромен қарама-қарсы актив фунтқа баратын болсақ, фунт давно PDL-ді алып тастағанын көреміз. Мысалы, фунтта бүгінгі күн имбаланспен идеальный жұмыс. Имбаланс толтырылды, тепе-теңдік сақталынды. Баға не істеді? PDL-ді селсайт ликвидностьті алды. Вот и все. Яғни имбаланспен біз осылайынан жұмыс істейміз. Имбаланстың мақсаты әрқашан тепе-теңдік сақтау және де бағаны А точкасынан Б точкасына жеткізуіне көмектесу. Вот осылай. Мысалы, мына ситуацияда қараңыздар. Жаңа көрсеткен мысал, имбаланс fulfill, дальше баға өзінің қозғалысын жалғастырды. Структураны обновить етті, структура әлде бізде шартовый, неліктен себебі ешқандай слом бізде жоқ. Қосымша тағы да имбаланс қалды, баға не істеді? Имбаланс полностью заполнять етті, дальше өзінің қозғалысын шартовый жалғастырды. Имбалансқа келді баға, имбаланстың 50%-на келді, мына бір қара линия бізде имбаланстың 50%. Дальше өзінің қозғалысын шартовый жалғастырды. Мына жақта бізде 4 сағаттық имбаланс жаңағы сызған линия, тағы да көрсетіп жіберейін. Вот тут 4 сағаттық имбаланстың линиясы. Fulfill. 4 сағаттық имбалансты fulfill жасады. И дальше өзінің қозғалысын шартовый жалғастырды. Тек қана бізде мына жақта Dixie мен SMT болып қалды. А так, егер SMT болмаған жағдайда бізде баға полностью минимумды обновить ететін еді. Вот так ағайын, имбаланстың мақсаты осында, яғни имбаланстан баға өзі никогда реакция алмайды. Мысалы, қараңыздар. Бізде структура полностью шартовый, жол жөнекей ликвидностьпен жұмыс жасау арқылы минимумдарды обновить етуде. Яғни келесі цель біз үшін осы минимум, и сіздер қателесіп қалуларыңыз мүмкін да. То есть бағаны мынандай имбаланстардың реакция күтіп. Логика в чем? Бізде мына минимумды қалыптастырған максимум осы максимум. Егер біз Фибоначчиді осы максимумнан осы минимумға дейін тартатын болсақ, қандай картина көреміз? Мына имбаланс 0,5-тен төмен орналасқан. Яғни мына максимум бізде buy-side ликвидность болды. Баға buy-side ликвидностьпен жұмыс жасады. Қосымша мына жақта часовой имбалансты fulfill жасады. Вот тут. Имбалансты точнее fulfill жасады. И дальше баға өзінің қозғалысын лонговый жалғастырды. Шартовый жалғастырды. Мысалы, мына жақты қарайтын болсақ, мына жақты қарасақ, бізде структура полностью лонговый. Яғни тренд полностью лонговый. Баға не істеуде? Sell-side ликвидностьпен жұмыс жасау арқылы buy-side ликвидностьке ұмтылуда. Структура полностью лонговый. Келесі цель бізде мына максимум. Баға не істеді? Просто так имбалансқа қайтып келді и максимумды алды. Структура лонговый. Баға не істеді? Имбалансқа қайтып келді, тепе-теңдік сақталды и максимумды обновить етті. Уже бізде бұл жақта sweep ликвидности болғаннан кейін бізде осы жақта слом болды. Слом болғаннан кейін вот тут жаңа көрсеткенім. Фибоначчи тартамыз. Фибоначчи бойынша келесі видео салынатын болады. То есть Фибоначчиді қалай тартамыз деп уайымдамай қойыңыздар, оны мен бөлек түсіндіретін боламын. Бізде buy-side ликвидность жиналды, баға OTE зонаға барды. И дальше основной қозғалыстың бәрі шартовый sell-side ликвидностьке ұмтылып кетті. Надеюсь, видео ағайын түсінікті болды. Егер де түсініксіз болып жатса, менен сұрасаңыздар болады. Телеграмға жазсаңыздар болады. Телеграм менде такс. Телеграм менде собачка қуаныш 00. Осылай іздесеңіздер менің телеграмым. Маған жазыңыздар. Одан кейін тағы да домашнее задание. Бағаның структура бойынша имбаланстан реакция алып кетіп бара жатқанын маған көрсетіңіздер. Мысалы, мына ситуация. Бұл ситуацияны маған жіберіп тұрмаңыздар, потому что мен бұл ситуацияны видеода көрсетіп тастап жатырмын. Вот. Sweep ликвидности. Ликвидностьпен баға жұмыс істеді. Слом болғаннан кейін имбаланс қалды. Баға не істеді? Имбалансқа келді. Вот тут. Жақындатып көрсетейін. Имбалансқа келді. Имбаланстан баға реакция алды. Вот тут. Дальше лонговый қозғалыс жалғасып кетті. Жол жөнекей осылай бағаның имбалансына реакция алғанын көрсетіңіздер маған. И дальше баға мысалы біз sell-side деп белгілесек, мысалы buy-side ретінде осы максимумды алатын болсақ, баға buy-side ликвидностьке де барды. Вот. Көріп отырсыздар да? Осылай бағаның имбалансын реакция алғанын полностью белгілеп, имбаланстың логикасын түсініп алыңыздар. Ал енді сіздерге тағы бір дүние түсіндіріп кетейін.
домашнее заданияны маған жіберу мақсатында емес, графикті өздеріңіз түсіну мақсатында жасаңыздар. Вот сол кезде сіздер максимально табыс табасыздар. Хорошо? Вот главная загвоздка, главная логика осы моментте, и осы моментке қаттырақ мән беріңіздер. Егер де сіз Smart Money бойынша сапалы обучение іздеп жүрсеңіз, келіңіз, көмектесеміз, түсіндіреміз. NoFomo және де Idealist қазіргі уақытта ең сапалы білімді беріп жатырмыз. Скоро бізде групповой обучение басталады, бағасы 250 мың, қатысып қалыңыздар. Ал егер де сіздер жоқ, мен групповой обучение қатысқым келмейді, менімен жеке жұмыс істегеніңді қалаймын десеңіздер, индивидуальный обучение бар, бағасы 750 мың теңге, бөліп төлеу барлығы қарастырылған. Надеюсь, видео түсінікті болды. Сау болыңыздар.